бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қылмыс істеудің сатылары. Қылмыс істеудің сатылары дегеніміз, жалпы қасақана істелінетін қылмысқа дайындалу, оқталу және біткенге дейінгі өтетін кезеңдерді қамтитын процесс болып табылады. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сәйкес қылмыс істеу сатылары қылмыс істеуге дайындалу, қылмыс істеуге оқталу және аяқталған қылмыс деп үш түрге жіктеледі. Қылмыс істеуге дайындалу дегеніміз не? Тікелей ниетпен қылмыс құралдарын іздестіру, әзірлеу немесе бейімдеп жасау, қылмысқа қатысушыларды іздестіру, қылмыс жасауға сөз байласу, қылмыс жасау үшін өзге де қасақана жағдайларды жасау, егер бұл орайда қылмыс адамның еркіне байланысты емес, мән-жайлар бойынша ақырына дейін жеткізілмесе, қылмысқа дайындалу деп табылады. Қылмыс істеуге оқталу дегеніміз ол тікелей қылмыс жасауға тура бағытталған ниетпен жасалған іс-әрекет немесе әрекетсіздік. Егер бұл орайда қылмыс адамға байланысты емес, мән-жайлар бойынша ақырына дейін жеткізілмесе, қылмыс жасауға оқталу болып танылады. Аяқталған қылмыс дегеніміз адам жасаған әрекетте Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексте көзделген қылмыс құрамының барлық белгілерінің бар болуымен сипатталады. Мысалдармен түсінетін болсақ, мысалы үшін қылмыс істеуге дайындалу дегеніміз, яғни сіз белгілі бір қылмыс түрін жоспарлайсыз, сол қылмысты жасау бойынша құралдарды жинақтайсыз, бірақ сізге белгісіз мән-жайлар бойынша ол қылмыс дайындаласыз, оны бірақ жасамайсыз. Дайындық сатысына ол бітіп қалады. Қылмыс істеуге оқталу дегеніміз, сіз жоғарыда айтылған мысалдар бойынша сіз жоспарлайсыз, ол қылмысты құралдарды жинақтайсыз, қай орында жасайсыз, қай уақытта ол қылмысты іске асырасыз, барлығын жоспарлайсыз, бірақ қылмысты жасаған кезде сіз қылмыс жасау іс-әрекеттерді жасайсыз, бірақ қылмыс оқталу процесіне бітіп қалады. Аяқталған қылмыс дегеніміз, сіз қылмысты жоспарлайсыз, құралдар жинақтайсыз, субъектіге барасыз, ол іс-әрекеттерді жасайсыз, іс-әрекеттерді, и сол сіз іс-әрекет жасау негізінде белгілі бір зиян келеді. Яғни бүкіл қылмыстың құрамы бар еді, қылмыс құрамы элементі объектісі, объективті жақ, субъект, субъективті жақ, барлық іс-әрекеттер жасалынады. Сол жасалуына байланысты ол аяқталған қылмыс болып табылады. Енді қылмыс істеуге оқталудың түрлері бар. Қылмыс істеуге оқталуды біз аяқталған оқталу және аяқталмаған оқталу деп жіктесек болады. Аяқталған оқталу дегеніміз кінәлінің қылмысты аяқтауға қажетті деп санаған барлық іс-әрекеттерін толық істеуі, бірақ осыған қарамастан адамның еркінен тыс жағдайға қылмыс аяқталмай қалуы. Аяқталмаған оқталу дегеніміз ол кінәлінің қылмысты аяқтауға қажетті деп санаған барлық іс-әрекеттерін толық емес, еркінен тыс жағдайларға байланысты жартылай орындалу болып табылады. Бұдан кейін ерекше белгісі оқталудың жарамсыз объектіге және жарамсыз құралмен оқталу. Яғни жарамсыз объект дегеніміз, мысалы үшін, сіз белгілі бір тұлғаны кісі өлтіру, яғни адам өлтіру қылмысын жасайын деп жатсыз, сіз адам өлтіру қылмысын жасаған кезде, сіз ол әрекетті жасамай тұрып, ол адамның қайтыс болуын айтсақ болады. Ауыр немесе ерекше ауыр қылмысқа дайындалған үшін қылмыстық жауаптылық басталады. Қылмыстық жауаптылық ауырлығы орташа, ауыр немесе ерекше ауыр қылмыс жасауға оқталғаны үшін ғана басталады. Яғни бізде қылмыстың санаттары бар еді, ауыр қылмыстар, ауырлығы орташа қылмыстар, аса ауыр қылмыстар және жеңіл қылмыстар деп, сол санаттардың ішінде егер сіз оқталу процесіне жасаған іс-әрекетіңіз ауырлығы орташа, ауыр және аса ауыр қылмыстар болып табылса, сіз оқталу процесінде де жауаптылыққа тартылуға мүмкін. Енді қылмысқа қатысу нысандарына тоқталатын болсақ, қылмысқа қатысу дегеніміз екі немесе одан да көп адамның қасақана қылмыс жасауға қасақана бірлесіп қатысуды айтсақ болады. Жалпы қылмысқа қатысу субъективтік белгілері, қатысудың нысаны және
болып бөлінеді. Субъективтік белгілеріне қылмысқа қатысуда қатысушылар іс-әрекетті қасақана жасауымен, қатысушылардың ортақ ниетінің болуымен, қылмысқа екі немесе одан да көп адамның қатысуымен, қатысушылардың қылмысты бірлесіп жасауымен көрініс табады. Ал қатысудың нысаны дегеніміз қылмысқа қатысушылардың өзара әрекетсіздігіне, тәсіліне және дәрежесіне байланысты бөлінуі сипатталады. Жалпы Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексіне сәйкес қатысушылардың түрлері бар. Олар орындаушы, ұйымдастырушы, айдап салушы, көмектесуші деп бөлінеді. Орындаушы дегеніміз жалпы қылмысты тікелей жасайтын тұлғаны санаймыз. Ұйымдастырушы дегеніміз қылмыс жасауды ұйымдастырған немесе оның орындалуына басшылық еткен адам болып табылады. Айдап салушы дегеніміз басқа адамды азғыру, сатып алу, қорқыту жолымен немесе өзге де жолдармен қылмыс жасауға көндірген адам болып табылады. Көмектесуші дегеніміз жалпы кеңестермен, нұсқаулармен, ақпаратпен қылмысты жасайтын қару немесе құралдарды берумен немесе қылмысты жасауға кедергілерді жоюмен қылмыс жасалуына жәрдемдескен адам болып табылады. Одан кейін қылмыстық қатысудың нысанына байланысты күрделі қатысу, ерекше түрде қатысу және жай қатысу деп бөлінеді. Жай қатысу дегеніміз ол тікелей қылмысқа қатысушыларға орындаушылар болып табылады. Жай қатысушының өзі екі түрге бөлінеді. Күні бұрын сөз байласу арқылы қатысу және күні бұрын сөз байласпай қатысу. Күрделі қатысушы дегеніміз қылмысқа қатысушылардың арасында қылмыстық рөлдерін, яғни орындаушы, айдап салушы, ұйымдастырушы, көмектесушінің орын алуы. Ерекше түрде қатысу дегеніміз ерекше қауіпті қатысудың нысандары, яғни ұйымдасқан топ, қылмыстық сыбайластық немесе қылмыстық ұйымдардың бірлесіп қылмыстық іс-әрекеттерді жасаумен сипатталады. Жалпы назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.